Отандық жас әнші Еркеш Хасеннің «Анашым» деген әні көптің жүрегіне жеткен көрінеді. Тіпті Еркештің өнердегі әріптесі Қайрат Нұртас та ана туралы әнді сұрап, өтініш жасаған. Еркеш ағасының өтінішін орындай алмағанын айтты. Еркеш анасына арнаған әнді өзі үшін жазылғанын айтты. Бұл коммерциялық ән емес, өзім үшін, жан дүнием үшін жазылған ән. Арасында өзім тыңдап аламын. Сол әнді естіп, жақында Қайрат Нұртас ағам хабарласты. Мына әнді үй жақта айтайын деп едім. Минусын берші деп өтініш жасады. Мен бере алмадым. Ол әннің ырымы басқа. Айтпай-ақ қойыңызшы. Анаңыз аман есен ғой дедім. Индира елемес бар. Сәкен ағама бір ән қарызбын. Кенжебек ағама бір ән жазып қойдым. Оны енді сәл түзеу керек, дейді Еркеш Хасен. Айта кетейік, бұған дейін Еркеш 7 айлығында анасынан айырылып қалғанын айтып, көзіне жас алған болатын. Жас әнші қызы Мединаның 1 жасқа толған туған күнін атап өтті.